Құмырсқаның қанағаты. Ертегі. Ертеде бір ғұлама болыпты. Ол барлық халықтың, жан-жануардың, жәндіктің, өсімдіктің тілін түгел біледі екен. Бір күні ғұлама бақ ішінде келе жатып, құмырсқаның илеуіне тап болады. Ол бір құмырсқаны ұстап алады да, «Сенің белің неге жіңішке?» деп сұрайды. «Қомағай емеспін» дейді құмырсқа. «Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің?» деп сұрайды ғұлама. «1 жылға жеткізер едім» депті құмырсқа. Ғұлама құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін қояды. 1 жыл өткен соң сауытты алып қараса, құмырсқа бір қырынан бүк түсіп қимылсыз жатыр екен. Қасында бидай дәнінің жартысы қалыпты. Әрі-беріден кейін бірте-бірте мұртын, аяғын қимылдатады да құмырсқа орнынан тұрады. «1 дән маған 1 жылға жетеді деп едің, жыл өтті, ал сен дәннің жартысын ғана жепсің. Оның қалай?» деп сұрайды ғұлама. «Иә, ол дәнді 1 жылда жеп бітірсем, қазір менің халім әлде қайда жақсы болар еді. Бірақ сен 1 жылдан кейін мені босатуды ұмытып кетсең, онда мен бостан-бос аштан өлетін едім. Сол себепті 1 жыл бойы жарты дәнді қанағат қылдым» деп жауап береді құмырсқа. Ғұлама құмырсқаның шыдамдылығы мен қанағаттығына қайран қалыпты. Содан кейін ғұлама қанағаттық қасиетін адам баласына үйретіпті.